Неге көпшілік әйел бала туған соң артық салмақ жинап, шашы түсіп, өте әлсіз күйге өтеді? Бұл жерде үш негізгі проблема бар. Біріншіден, денеде өте көп дефициттер болады. Қандай дефициттер? Ферритин жетіспеушілігі, витамин D жетіспеушілігі, фолийдің жетіспеушілігі, гемоглобиннің төмен болуы, жалпы денедегі белоктың жетіспеушілігі. Осының барлығы бірігіп, біздің денемізде дефицит күйін создавать етеді. Және егер де сен осындай үнемі дефицит күйінде болатын болсаң, өздігінен бар тәтті жейсің, сухарики жейсің, неше түрлі газировка ішесің. Сен газировка ішкенің үшін кінәлі емессің. Бар болғаны сендегі анализдерді реттеп, бүкіл дефицитті толтырса, мүлде газировкаға тарту деген жоқ болып кетеді. Екінші, бала босанған соң әйелдің денесінде өте көп гормоналды өзгерістер болады. Соның әсерінен біз өздігінен артық салмақ жинаймыз, және бұл норма. Бірақ оны орнына келтіруге болады. Ол үшін біріншіден, ең алдымен босанған соң белокты нормада жеп бастау керек. То есть сіздің күнделікті тағамыңызда ет, творог, жұмыртқа деген сияқты белоктың түрлі түрлері болу керек. Соның арқасында балаға берілген белоктың барлығы нормаға келіп, сіздің денеңіз өзінің әдемі күйіне келіп бастайды. Үшінші, бала туған әйелде ұйқы жетіспейді. Ол әйел ұйықтамайды, ұйықтамағанның кесірінен дене стресс күйінде болады. Ал стресс күйіндегі дене ешқашан арық болмайды. Ол немесе өте қатты семіріп бастайды, салмақ жинап, немесе қатты арықтап сүйек сияқты болып кетеді. Сол үшін босанған әйелге керекті ең маңызды дүние ол ұйқы. Босанған әйел кемі 8-10 сағат ұйықтау керек. Сол үшін егер сіз жаңадан бала босансаңыз, балаңыз ұйықтап жатқан кезде үй жұмысын жасаудың орнына бірге қосылып ұйықтаңыз. Себебі сіздің гормондардың орнына келуі, денеңіздің восстановлениесі, өзіңіздегі стресстің барлығын азайту осы ұйқының дұрыс уақытында болады. Егер видео пайдалы болса, өзіңнің босанған құрбыңа жіберіп қойсаң болады.